Мінекей алдындағы сабағымызда ұйымдағы бухгалтерлік есептің әдіснамасы дегенді өттік. Дебет, кредит. Дебет дегеніміз актив, актив дегеніміз кіріс, кредит дегеніміз шығыс деп есептедік. Ары қарай олардың сәлдісі болады, жаңағыдегі айналым, жаңағыдегі сомасы болады. Онан кейін жаңағыдегі не соңындағы айдың соңындағы сәлдісі болады. Сөйін шығарып отырады. Егер айттық дебетовый сәлдіні айтқанбыз. Дебетовый сәлді дебет болып шығады дедік. Егер активтік шотта кредит сәлді пайда болса, ол бір жерден қателеске жол берілгені. Актив шоттарда ұйым қаржыларының құрамын өзгертетін шаруашылық операциялары көрсетіледі. Ұйымның активтеріне негізгі құралдар, материалдық емес активтер, қорлар, ақшалар, сондай-ақ сатып алушылар мен өзгеде дебиторлық берешектері жатқызылады. Дебитор берешек дегеніміз бізге жаңағыдай мекемеге қарыз ақша деген білдіреді. Мекеменің дебитор берешектер сомасының мөлшері көп болса, ол экономикалық тұрғыдан теріс көрсеткіш болып есептеледі. Себебі ақшалар төленгенге дейін пайдаланылмай босқа жатады. Сол үшін бухгалтер дебитовый жаңағыдегі нені дебет жағын қарызды жаңағыдегі бақылап отыру керек. Ол жаңағыдай босқа дебет жағында тұрып қалса, ол ақша тұрып қалады. Жаңағыдай. Ол ақшаны уақытылы түсіріп алу керек. Келісім шарт болу керек мекемелермен. Жаңағыдегі алған жаңағыдегі өніміңді алғанда келісім шарт. Пәлен уақыттан алғаннан кейін пәлен уақытта аударып берем деп. Сол үшін жаңағыдегі сондықтан дереу хабар жіберу керек. Жаңағыдегі телефон адрестеріне. Кейбір шоттар бойынша, мысалы 12-де 51 қызметкерлердің іс-сапарына берілген сома бойынша кредиттік берешектер, кредит сәлдінің пайда болуы мүмкін. Онда жағдайда ол жауапты тұлғаның ұйым қажеті үшін құндылықтар сатып алуға өзінің ақшалай қаржысын жұмсағанын көрсетеді. Сондай жағдайда кредиторлық берешекті жою кассадан ақшалай қаржы беріледі. Немесе 33-те 90 шоты өзгеде қысқа мерзімді кредиторлық берешек бойынша бұғартылық проводка жасалып корреспонденциялады. Мысалы, жаңағыдегі қызметкерлерге ақша бересін, тауар әкел дейсін, әйтпесе жаңағыдегі іс-сапарға баратқанда бересін, сосын кейін ол саған авансып отчет береді. Сол кезде артық отчет беретін болса, жаңағыдегі ол значит өзі жанынан ақша төлеген болып, тауар алған болады. Сондықтан жаңағыдегі неге шығатын болса, артық ақша шығатын болса, дереу кассадан ақшасын беруге тиісті. Енді жаңағыдегі алдында айтқанымыз дебетовый шот еді, енді шоттар. Яғни міндеттемелер мен капитал пассивтік шоттар, кредиттік деп айтады, пассив деп айтады. Шаруашылық операцияның есебі жүргізіледі. Нәтижесінде мекеме қаржыларының көздері өзгеріске ұшырайды. Бұл шоттар бойынша сәлді баланстың пассивіне енгізіледі. Пассивтік шоттарда қаражат көздері кредит бойынша өсіп, дебет бойынша кемиді. Пассивтік шоттардың сәлдісі тек қана кредит болады. Кезең соңында пассивтік шоттың сәлдісі төмендегі формула бойынша есептеледі. Мысалы, соңғы сәлді, әйтпесе бастапқы сәлді, қосу, кредит бойынша айналым сомасы, алу, дебет бойынша айналым сомасы. Сонда қалады сәлді тек қана кредит бойынша сәлді қалады. Ал егерде ол дебетовый болып кетсе, значит, көп ақша беріп қойғанымыз болады. Мысалы, біреу зарплатасын алып, сосын кейін бірдеңеге керек болып қалды деп аванс сұраса, жаңағыдегі
аванс беретін болсаң, кейін сол айда ол қарыз болып қалады. Дебитовый жағына шығып кетеді. Ендігі айда жаңағыдегі сол қарызды ұстап қалуға тиіспіз. Жаңағыдай, значит, дебет болып кеткеннен кейін соны көру керек. Не себепте дебет болды? Ал егер де өзі болып положенный ақшасын алса, жаңағыдегі, ол кезде ол кредит болады. Содан кейін ведомствен әйтпесе жаңағыдай карточкасына аударып береді сол алашақ сомасын. Сөйтіп через банкі келіп, жаңағыдегі неге түседі, қояды. Сонда бірін жабылады. Значит, кредит шот болады. Ал енді жаңа айттық, дебет шот болатын болса, артық ақша аударылған. Ол жаңағыдегі оны көру керек. Егер қалдық дебиттік болып шықса, онда проводканың бірі дұрыс жасалмағаны, немесе сомасы қате көрсетілген. Есеп нысандарына орай шоттар тұрақты және транзитті болып екіге бөлінеді. Активтер, міндеттер және өзіндік капиталдың қозғалыстарына қатысты операциялар жүретін шоттар тұрақты шоттар деп аталады. Транзиттік шоттар кіріс пен шығыс, сондай-ақ өнім өндіруге, жұмыс қызмет көрсету қатысты операциялар мен оқиғалар есепке алынады. Транзит шоттар бойынша сәлде есепті кезең соңында тұрақты шоттарға аударылады. Бухгалтерлік баланста көрсетілмейді. Қызмет түрлеріне қарай кірістер мен шығыстардың нәтижесін анықтауға бағытталған бухгалтерлік есептің шоттары салыстырмалы шоттар болып саналады. Олардың сәлсі есепті кезең соңында дебитте, кредитте болуы мүмкін. Және есепті кезеңнің соңында тұрақты шоттарға аударылады. Шаруашылық операциялардың әртүрлі ұйымдардың бухгалтерлік шоттарында көрсетуді реттеу мақсатында Қазақ Республикасының Қаржы министрлігінің 23.05.2007 жылы нөмірі 185 бұйрығында бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары бекітілген. Ол бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп туралы Қазақ Республикасының заңына сәйкес әзірленген. 1 қаңтар 2008 жылдан бастап күшіне енді. Үлгілік жоспарда әр шот нөмірлері 4 саннан тұрады. Бірінші сан бөлімге тиіс бөлімдеріне, екінші сан кіші бөлімдерге тиіс, үшінші саны синтетикалық шоттарға тиіс, төртінші саны ұйым дербес өзі анықтайды. Үлгілі жоспар мынадай бөлімдерден құралады. Бірінші бөлім қысқа мерзімді активтер, екінші бөлім ұзақ мерзімді активтер, үшінші бөлім қысқа мерзімді міндеттемелер, төртінші бөлім ұзақ мерзімді міндеттемелер. Бесінші бөлім капитал мен резервтер, алтыншы бөлім кірістер, жетінші бөлім шығыстар, сегізінші бөлім өндірістік есепке алу шоттары. Міне осы 8 бөлімнен тұрады. Есеп шот үлгі жоспары. Бұның төртеуі дебитовый болады, төртеуі кредиттік болады, пассив болады, төртеуі актив болады. Міне жерде мысалы қайсылар екен? Бірінші бөлім қысқа мерзімді актив, екінші бөлім ұзақ мерзімді актив, екеу болды. Онан кейін жетінші бөлім шығыстар, сегізінші бөлім өндірістік есепке алу шоттары. Енді пассив жағы, кредит жағы, төртінші бөлім, үшінші бөлім қысқа мерзімді міндеттемелер, төртінші бөлім ұзақ мерзімді міндеттер, онан кейін бесінші бөлім капитал резервтер. Оны кейін айтамыз, бәрін жеке-жеке айтылады. Алтыншы бөлім кірістер. Еді алдымызда айттық, дебиттің кредит, дебиттің көзі. Дебит дегеніміз кіріс дедік, кредит дегеніміз шығыс дедік. Енді сол шығыс жаңағыдегі ненің кірістің көзі болып есептеледі. Міне сонда жаңағыдегі шотта 4 кіріс бар екен, 4 жаңағыдегі кірістің көзі болады екен кредит. Міне құрметті көрермендер, егер де бухгалтерлер түсінбей жүрсеңіздер, менен сұраңыздар. Содан кейін жаңағыдегі ары қарай осыны не қыла береміз. Нөлден жаңағыдегі бастап қанша үйренгенге шейін осы сабақ бере берем.
хабарласыңыздар. Жаңағыдегі үйренем, бухгалтер болам деген адамдар, жастар болатын болса, студенттер болатын болса, жаңағыдегі бәрін үйретіп шығарам. Қазір бұл бухгалтер деген өте жаңағыдегі керек мамандық. Қазір өмір талабына, мынау нарықтық экономикада бухгалтерлік деген өте керек мамандық. Ол бір жерде қалмайды. Любой жаңағыдегі жеке кәсіпкерге де керек бухгалтерлік, жаңағыдегі сосын кейін жаңағыдегі любой мекемелерде де бухгалтерсіз жаңағыдегі болмайды. Есеп, қисап, кейін жаңағыдегі қалай салық ұстау, осының бәрін басынан бастап ең соңғы балансқа шейін үйретіп беремін. Өзі жаңағыдай жалпақ тілмен. Ал қазір сау саламат болыңыздар.